Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бұл қарапайым математика және сіздермен бірге Мейірбек Жоламан. Бүгін біз номер 26 сабағымызды бастаймыз. Нұсқаулыққа сәйкес әрекеттер орындау. Бірінші сеп түзу сыз. Оған А және Б нүктелерін, ал олардың арасына С нүктесін белгіле. С мен Б нүктелерінің арасына жататын Е нүктесін, С мен А нүктелерінің арасына жататын К нүктесін белгіле. А және Б, А және Е, А және С нүктелерінің арасында нүктелер ата. А мен Б-ның арасында К, С, Е нүктелері, А мен Е-ның арасында КС нүктелері, А мен С-ның арасында К нүктесі орналасқан. Бұл жерде қандай кесіндер бар? АБ, АЕ, АС, АК, КБ, КЕ, КС және тағы сол сияқты кесіндер бар. Және А сәулесі мен Б сәулесі бар. Екінші, кез келген тұйықталған қисық және тұйықталмаған сызықтарсыз қисық сызықтың бойына А, Б және С нүктелерін, ал сынық сызықтың бойына екі және М нүктелерін белгіле. Белгіленген нүктелердің бір-біріне қатысты қалай орналасқанын анықта. АБС нүктелері бір қисық сызықтың бойында орналасқан. Екі М нүктелері сынық сызықтың бойында орналасқан. Үшінші сеп, бос өргөздерге 4, 5, 13, 3, 11 сандарын қой. Егер теңсіздік тура болса, онда есептеуді сағат тілінің бағытымен, ал теңсіздік тура болмаса, оны сағат тілінің бағытына қарсы орында. Мысалы, бізде 4-ті қойсақ, 4 8-ден кем, ол бізде 4-ке 4 қосамыз 8, 8 4 32. 5 8-ден кем, 5-ке 4 қосқанда 9, 9 4 36. 13-тен 6 іздеміз 7, 7 5 35. 3 8-ден кем, 3-ке 4 қосқанда 7, 7 4 28. 11 8-ден артық, 11-ден 6 алғанда 5, 5 5 25. Төртінші сеп, суретке қара. Әріптер мен сандарды пайдаланып фигуралардың төбелері болып табылатын нүктелердің орналасуын координатасын анықтайық. Мысалы, бақша 11-ге, 15-ге, 13-ге. Мысалы, бақшаны кім жазып қояйық? Жүзу бассейнікі 16-зы, 20-зы, 20-бы, 16-бы. Көрікжай 11-бі, 15-бі, 14-а, 12-а. Үй 2-ді, 8-ді, 8-а, 2-а болады. Бесінші степ. Мына нұсқаулық бойынша дәптерге желдетмені сал. Біз мына жерде қызыл нүктеден бастаймыз. Содан кейін екі торкөз солға, екі торкөз жоғары қарай, солай барлық әрекеттердің барлығын орындап шығатын болсақ, асықпай, бізде осындай жел диірменінің суреті шығады. Номер 5 жазып, дәл осылай тор көздер санап отырып жел диірменін саламыз. Осымен, құрметті оқушылар, біздер бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған Мейірбек Жоламан. Келесі сабақта кездескенше.